Сахна төріне Рахметова Райгүл Садуақасовна. Сахна төріне Ералиева Асима Шамбаевна. Бағамдап жатар енді. Дегенмен әйтеуір осы жерде табан тіреп 32 жыл өзім жұмыс істеп кеттім. Сондықтан маған әлі мен осында сияқтымын, ұзамағанда сияқтымын. Енді Жемпи деп үйренгеніміз ғой, қыздар университетінің жеткен жетістігі болса, мынау соған кәдімгі ойып тұрып бойына алатын осы қыздардың еңбегі деп ойлаймын. Жаңағы кешегі алып жатқан марапаттарыңыз қыздар құтты болсын. 80 жылдық былай тұрғанда кешегі сендермен үзеңгілес болып қатар жүріп, барлық қиыншылықты да, жалпы қуанышты да бір бөлісіп жүрген қыздардың жеткен жетістігі маған одан да зор болып тұрды. Ой, рахмет. Өзі көптен бері министерстводан мынау жоғарғы оқу орындарының оқытушыларына көп марапаттар ұсынылмаған еді. Биылғы жылы бір марапат жауған жыл болды. Ұстаздар мерекесінде мына Агуге қарап тамсана таңлайымызды тақылдатқанбыз шынында да. Ойбай, бәрі керемет болды ғой мынау деп. Биыл кешегі 90 жылдықта Сатқала еңбегі, Жарқынның неше еңбегі, Айгүл Амантаевнаның жылдар бойында мысалы басшылықта істеген кездері бүкіл мысалы денсаулығын, бүкіл білімін сатып жұмыс істегендерін Жемпиге бергенде сондықтан қай марапат мынау Қазақ қыздар ұлттық педагогикалық университетінің керемет арулары бүгінгі таңда осы қара шаңырақтың уығын керіп, шаңырағын осаласын беріп тұр, уығын мықтап тұр. Осы әріптестер, осы қазақ тілі кафедрасы осыдан талай жыл бұрын біздер 89 жылы қанат қағып, әр жаққа ұшып кетіп едік. Бүгінгі таңда осы кафедраның уығын ұстап отырған осы біздің әріптесіміз Сәуле Асанбай қызы, одан кейін көшердегі әріптестер, еселі еңбек етіп жатқан Жәмила құрбымыз кезінде Тайғұлындай бірге өскен, және де басқа да барлық әріптестер, Жарқынбике Нуайқызы, Айгүл Амантай қызы, барлықтары кезінде бір жатақханада жатып, жартынанды бөліп жеп, өмірдің қызығын, студенттік өмірдің қызығын бірге кешіп едік. Бүгінгі таңда Жарқын Уәли қызы, Айгүл Амантай қызы, одан кейінгі жаңағы айтып жатырмыз Сәуле, осындай әріптестер, біз бақыттымыз осындай күнге жетіп, осындай дәрежеге жеткеніміз осы қасиетті қара шаңырақтың арқасы. Беделі биіктеп, тұғыры биік болсын. Әріптестеріміз, сіздерге тағы да осындай 100 жылдық кездесуде, кездесуде нәсіп етсін. Берекелі, табысты еңбектеріңіз, күніміз мереке. Шын мәнінде қатты қобалжып тұрмыз, қуанып тұрмыз. Ой, рахмет. Университеттің осындай үлкен дәрежеге жеткені кешегі бізге сабақ берген біздің ұстаздарымыздың арқасы деп ойлаймыз. Сол кісілердің еңбектері, қажымас қайраттарының арқасында қазір Аллаға шүкір осы біздің тіл мен әдебиетті бітірген талай қыздар мықты жерлерде жұмыс жасап жатыр. Кезінде бізбен қатар жүретін Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің қазіргі қаншама адам сол Абай атындағы университетте жұмыс жасап жатырмыз. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Еңбектерің ары қарата жана берсін. Біз сендермен мақтанамыз, мақтаямыз. Біз де сіздермен мақтанамыз. Мақтанамыз. Осы жердің түлегі болғанымызды әрқашан мақтанамыз. Сондықтан осындай бізді қадап жатқан төс белгісіне ұсынып жатқан сендерсіңдер, кафедра ұжымы. Сондықтан сендерге басымызды иіп рахмет айтамыз. Рахмет. Тамаша. Әлия. Сахна төріне Елшібай Әлия Қамытбек қызы. Менің ұстаздарым Жемпидағы сабақ берген бұрын
Ибраева Гүлфайруз Тазыбаевна. Қошеметтеріңіз болсын. Бүгін Ақтөбенің қарын жарылған күні деп, толқып жатырмын деп. Тура сол сезім әрқайсымыздың көкірегімізде тұр деп ойлаймыз. Өздеріңіз айтып отырғандай, Райгүл апай, біз расында мақтан тұтамыз. Одан кейінгі жерде жетістігіне тамсандық, осындай болсақ деп бой түзедік. Одан кейін міне Айгүл Амантайқызының қарамағында жұмыс істедім. Одан кейін мына жерде отырған әріптестеріміздің әрқайсысы, Жәмила апайым қадамымызды бірге басып еңбек еткен жылдарда Қатира бар, Сағира апайым бар, менің Сәуле жаным әшейін. Әрқайсымыз осы біздің осы қара шаңырақта қалған білімімізбен қадамымызды нықтап, мынау үлкен кеңістікке шыққан кезде еңсеміздің биік болуына үлес әрқайсыларымыз. Сондықтан осы бүгінгі мереке әрқайсымыздың мерекеміз. Университеттің мерейі әрқашан үстем болсын. Бізге жасаған құрмет үшін бұл енді зор құрмет, зор мәртебе біз үшін. Келіп тұрғанмен, сіздерді көріп тұрғанмен тамаша күн, құтты болсын баршаңызға. Осы жерде Райгүл апай, Сағира апай, Айгүл апай, Жарқынбике апай, Жәмила апай бәріңізден білім алдық. Мың рахмет сіздерге, бізді өстіп тәрбиеледіңіздер. Сәуле апаймен әріптес болдық бір кездер деканатта. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Енді Құдай қаласа 90 жылдығында 100 жылдығында төрт көзіміз түгел аман есен сол айтқаныңыз келсін. Тамаша. Ой, тамаша. Елдің сөздің кезегі Ақмарал, анау батыстан бір представитель сол Нәсібетсін 90 жылдық, 100 жылдық мерекеде бас қосуымызды мынау Жемпейдің қара шаңырақтың жаңағы төрт тағанын тіреп тұрған бізде қыздар тұрын Айекең, Жекебай, Жәмила, Сәулешка, сіздерге рахмет. Осыған ұсынып атсалысып жатқан сіздердің арқыларыңыз. Біз сіздермен мақтанамыз, әр уақытта аман болыңыздар, тек жақсылықта, қуанышта аман болыңыздар. Рахмет. Ал құрметті әріптестер, онда енді